Рахмет сізге онда таң атқалы күтіп баяндамаңызды ұсындыңыз әйтеуір. Жақсы, сәттілік тілеймін. Рахмет. Жақсы, онда құрметті әріптестер, келесі баяндамашы бізде Сатпаева Роза Сатановна, Алматы қаласы номері 178-ші мамандырылған лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Роза Сатановна, барсыз ба? Роза Сатановна. Бармын. Жақсы, дайындай беріңіз презентацияңызды. Келесі дайын отыратын Дүкенбаева Роза Серғазиевна, Жетісу облысы Талдықорған қаласы 29-ші орта мектеп лицейінің мұғалімі. Роза Серғазиевна, барсыз ба? Бармын. Жақсы, сіз қазір осы баяндамашыдан кейін сіз сөйлейсіз. Жақсы, Роза Сатановна, бастай беріңіз. Қазір. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің баяндамам тақырыбы есте жазуда жүйелілік аспектісін қалыптастырудың тиімді жолдары. Жалпы бүгінгі баяндамада мен өзімнің сабақта қалай есте жазуды үйретіп жүрген туралы бөліскім келіп отыр. Тақырыптың өзектілігі оқушыларға есте жазуда жүйелілік аспектісін қалыптастыруды үйрету, мақсаты эссенің әр бөлімін жекелеген қадамдармен түсіндіру, эссе тақырыбы бойынша ойлау дағдыларын дамыту. Міндеті оқушыны эссе жазуға машықтандыру, эссе жазуда әдіс тәсілдерді тиімді қолдандыру, эссеге редактура, қайта өңдеу жасауды үйрету. Күтілетін нәтиже оқушы эссе құрылымын сақтауды, тақырыпты ашуды, тезис, аргумент, фактын нақты беруді, эссені логикалық бірізділікте жазуды қалыптастырады. Енді осыған байланысты өзімнің кешіріңіздер. Есте жазуда жүйелік аспектісін қалыптастыруда негізінде өзім үйретіп жүрген тәжірибемен бөліскім келеді. Мына бізде есте кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды болып бөлінеді. Соған байланысты әр бөлімді мен қадамдармен үйретіп жүрмін. Ең бірінші қадам менде тақырыпта кілт сөзді табу. Тақтаға тақырыпты жазғаннан кейін оқушыға 5-10 минут уақыт беріп, міндетті түрде кілт сөзді табуды үйретемін. Екінші, тақырыпты түсіндіру сөйлемін лид сөйлеммен жазу. Бұл алғашқы 2 сөйлем болып табылады. Бұл алғашқы 2 сөйлемді лид сөйлеммен жазу дегеніміз, бұл яғни ең бірінші эссені оқыған адам сол эссенің соңына дейін оқуға итермелейтін сөйлем. Сондықтан да бұл сөйлемді лид сөйлем деп алдық. Лид деген магнит деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да осы сөйлемді сол тұрғыда жазып үйретуді жөн көремін. Сосын тақырыптың өзектілігі, үшінші сөйлем тақырыптың өзектілігі, ол қаншалықты бүгінгі күнде маңызды екенін бала жазып кетеді. Содан кейінгі сөйлем бұл тезис. Тезис эссенің жүрегі, тірегі деп атаймыз. Сондықтан да бұл тақырыппен тікелей байланысты болғандықтан бұны бір сөйлем әдісі арқылы беруді үйретемін. Оған да арнайы әдіс тәсілдерді қолдану арқылы келесі слайдтарында көрсететін боламын. Қорытындылаушы сөйлем бұл осы алдыңғы сөйлемдерді қорытындылай келесі негізгі бөлімге көпір, яғни былайша айтқанда сол сөйлемге өтудің осы клише арқылы осы 5-ші қадамында қорытындылаушы сөйлем үйретемін. Ең басында эссе жазу барысында, үйрету барысында негізінде кіріспе бөлімде осы 5 сөйлемді нақтылап жазуды мен өзіме оқушыларға міндеттеймін. Өйткені олар жаңадан жазып келе жатқандықтан және тілдік қорлары аз болғандықтан ең басында осылай жазу маңыздырақ болып табылады. Сондықтан да оларды осы бір шаблонмен үйретіп те жүрмін, одан нәтижеде көріп жатырмын. Енді негізгі бөлімге келетін болсақ, бұл негізгі бөлім, бұл аргумент ұсынылатын идеялар жинақталған бөлім. Бұл жерде ең бірінші қадам, бірінші аргумент жазу. Яғни аргументті бала еркін жазады, бірақ ол жаңағы өтірік болмау керек, нақты бір жаңағы тақырып байланысты сүйеніп жазылатын аргумент болу керек. Және соған байланысты өзінің көз қарасын білдіреді. Және үшінші қадамда осы аргументке байланысты статистикалық мәлімет, дәйек сөз, мақал мәтел, яғни тақырып нені өзіне қалап тұр, мысалға статистикалық мәліметті керек етпейтін тақырыптар болады, дәйек сөздермен жазылатын тақырыптар. Соған байланысты осы жерде негізгі дәйек сөз, статистикалық мәлімет, фактілерді осы жерде беріп кетеміз. Және осы өзі айтып отырған статистикалық мәліметті дәлелдеу үшін оқушы тағы да өзінің
көз қарасын білдіріп кету керек. Осыдан кейін бар клише арқылы қорытындылаушы сөйлем, бұл негізгі бөлімді қорытындылаймыз. Енді негізгі бөлім өзі 3 азат жолдан тұрады. Бізде қазір эсседе, өйткені эсседе нақты болу керек. Неге? Өйткені бұл жерде біз санмен жұмыс жасаймыз. Бізге берілген кезде 250 сөз немесе 300 сөз санын міндеттейді. Сондықтан да біз осы 250-300 сөз, мысалы 11 сыныптар жазады, соған байланысты біз 3 аргументті аламыз. 3 аргументті әрқайсысын азат жолмен осылай қорытындылап, жаңағы аргументті осылай қорытындылап отырамыз. Енді қорытынды бөлімінде клише сөздерден басталатынын біледі балалар. Одан қалса кіріспеде айтылған ойдың түйіні жазылады осы жерде. Бұл жерде жаңа ой айтылуға болмайтындығын балаларға түсіндіріп өтеміз, және олар бұл жерде тақырыпқа қатысты ұсыныс бере алады. Эссені жазып болғаннан кейін балдар эссенің өздерінің эсселерін өңдеуге көшеді. Бұл жерде тақырыптың ашылуына, бөлімдердің логикалық байланысына, эссе тілінің көркемдігіне, сөйлемдердің ықшам, мағыналы болуына, тыныс белгілерінің дұрыс қойылуына, сауатты жазылуына көңіл бөледі. Енді осы эссенің жүйелік аспектісін қалыптастыруда мынандай әдіс тәсілдерді қолданған ұтымды болғанын өзім тәжірибемнен білемін. Сондықтан да кіріспеде тақырыпта кілт сөздерді табуда, тақырыпты түсіндіру сөйлемін жазуда ассоциативті қатар әдісі арқылы тақырып бойынша сөздерді қатар тізіп жазады. Атаулар туралы 3 сұрақ әдісі бойынша қайдан, қашан, қалай естідіңіз, бұл ұғымды қалай қолданасыз деген сұрақтарға жауап береді. Осылай ойды жинақтап, бақытты белгілеп алуға болады. Тезисті берудегі тәсілдерге тоқтасам, жаңа шығарманы оқып болғаннан кейін бір сөйлем әдісін қолдануға болады. Оқылған шығармадан қандай ой түйдіңіз? Бала өз ойын бір сөйлемге сыйдырып үйрену керек. Бір сабақта 20 баладан сұраса, 20 түрлі ой, идея алуға болады. Балаға үйрете отырып, мұғалім өзіне де пайдалы ақпараттарды және келесі сабақтарға идеялар алып отырады. Тезисті синоним сөздерді қолдану оқушының тіл байлығын арттырады. Ол үшін пирамида әдісін қолдану тиімді деп білемін. Енді негізгі бөлім бұл әуелі аргументті сауатты беру үшін эссе тақырыбына сүйенеміз. Оны талдап, не сұрап тұрғанын біліп алуымыз керек. Тақырыптың түбіне бойламасақ, келтірілген дәлелдерге санаға, эссе мақсатқа жетпей қалады. Миға шабу әдісі барлық идеяны тізіп жазу керек. Тақырыпқа қатысты 10 идеяны тізіп жазсақ, соның ішіндегі 3-еуін аргумент ретінде пайдалануға болады. Және оны ары қарай Попс формуласы арқылы жаңағы менің ойымша, өйткені, себебі, неге десеңіз, мысал ретінде, сондықтан деп толықтырып өтсек болады. Көзқарасты берген кезде, мысалға өзінің көзқарасын беруде, біз егер онда не болар еді деген сұрақты қою арқылы бала өзінің ойын саралап жеткізуге болады. Сондай-ақ осы толықтыру, өзгерту, дамыту, күрделендіру тодк әдісі арқылы, яғни көзқарасты одан ары толықтырып жазуға болады. Қорытынды бөліміне келетін болсақ, бұның міндетті түрде клише сөзден басталу, және қорытынды бөлімдегі сөздер бұл негізгі бөлімдегі тезисті перифраз жасау арқылы қорытындылауға болатындығын түсіндіріп кетемін. Жалпы сабақ барысында мен өзім осы оқушылармен жұмыс жасағанда, 7-ші сыныптың оқушыларымен шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазғыздым. Мұнда Мағжан Жұмабаевтың Батыр Баян поэмасындағы ұлттық құндылықтарды аша отырып, әдеби дәлелдеме эссе жазу. Енді эссенің тақырыбы кілт сөзді табу, бұл жерде құндылық, яғни көбіне кілт сөздің соңынан немесе тақырыптың соңынан іздеуге бағыттаймын. Өйткені кейбір балдар мысалға Батыр Баян деп Батыр Баяннан бастап кетуі мүмкін. Ал Батыр Баяннан бастап кетсек, онда біз негізгі бөлімде не жазарымызды білмей қалуымыз мүмкін. Сондықтан да біз бірінші құндылыққа көңіл бөлеміз. Сондықтан да бұл жердегі негізгі кілт сөз құндылық. Эссенің кіріспе бөлімін бұлай осындай кесте арқылы жазғыздырып аламын, бірақ тақырыпты ашу сөйлемі. Содан кейін оларға осыны талдатамын. Тақырыпты ашу сөйлемін қайсы? Мысалы, тақырыпты ашу сөйлемі. Біздің күнделікті өміріміз құндылыққа толы. Соның ішінде ұлттық құндылықтың орнын ерекше деуге болады. Енді өзектілігін қалай білдіресің дегенде,
өзектілікті білдіретін сөйлем, оны әдеби шығармалардан да оқитынымыз белгілі. Неге? Өйткені ол өзі тақырыпқа өзін өзектілік арқылы жақындатып келе жатыр. Енді тезиске келетін болсақ, Мағжан Жұмабаевтың поэмасындағы Батыр Баянның еліне деген сүйіспеншілігінің маңыздылығы іс әрекетінен көрінеді дейді. Яғни бұл енді тезисті білесіздер, бұл негізгі бөлімде осы тезис бізде үлкен талқыға түседі. Сондықтан да ол тезисте негізгі бөлімде не талқылайтынын тезисте көрсетіп тұр. Яғни Мағжан Жұмабаевтың Батыр Баянның еліне деген сүйіспеншілігін сол жерде талқылайды. Демек, енді қорытындылаушы сөйлем, демек жырдың жас жеткіншектерге берер тәрбиесі мол десек болады деп қорытындылайды. Яғни ол әлі аяқталмады. Өйткені ары қарай бізде негізгі бөлім. Мына жерде де екінші слайдта осы негізгі бөлімнің бір аргументін талдап кеттім. Яғни бұл жерде де сол жаңағы тақырып бойынша бірінші аргумент болып тұрған сөйлем. Біріншіден, бұл жерде міндетті түрде клиш сөздерді пайдаланамыз. Ақын жырда Батыр Баянның қазақ батырларының ішіндегі беделді екенін шебер жеткізеді. Бірінші аргументке байланысты көзқарасты білдіріп тұрған сөйлем. Меніңше халық Батыр Баянның беделін, рухының биіктігін құндылық деп есептеген. Енді статистикалық мәлімет, дәйек сөз бұл жерге аламыз, өйткені статистикалық мәліметке сай емес. Ақынның қазақтың батырлары бәрі қыран, сонда да бір батыр жоқ, баянды айтап деуінің, оның елімізде орны бар елеулі тұлға болғанын білуге болады. Яғни бұл бізде кітаптан алынған, жырдан алынған. Сондықтан да бұны біз керек қана, дәйек сөзді де алғанда керек нұсқасын ғана, өзімізге қажетті нұсқасын ғана аламыз, оның бүкілін жазып кету міндетті емес. Қос нүкте арқылы Сатановна. Уақыт. Осылай қорытындылаймыз. Жалпы мен қорытындылаушы сөйлем, сондықтан ақын оны шайқастағы көзсіз ерліктеріне қарап ұлт қаһарманына теңегендігін поэманың өн бойында байқалады деп жазып кетті. Жалпы мына жерде мен эссенің құрылымымен жазылған эссені түсіндірдім. Қорытындылайтын болсам, осы бойынша осы эссе, өзімнің эссе элективті курсымның нәтижесінде міне осындай көптеген байқауларға қатысып жүрміз. Алтын белгілеріміз жаңағы эсседе қалада жоғары деңгейде 40 балға дейін бағаланып жатыр. Өзім бәрі эссе туралы деген әлеуметтік желіде мегасабақта осы тәжірибемен бөлістім және авторлық бағдарламамды жаздым, және ол бүгінгі күнде өзінің нәтижесін беріп, мектептерде қолданып жатыр. Болды, осы мен. Рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет. Эссе жазу мұғалімдерде бүгінгі күнде мұғалімдерге үлкен қиындық тудыратын тақырыптың мәселенің бірі осы эссе. Қалай жазғызу керек, қалай үйрету керек деген сияқты. Сондықтан міне құрметті әріптестер, нақты тәжірибеден бөлім бойынша балаларды қалай үйрету керек жазды. Бірден эссе тапсырмасын бермей, осылай қадамдап балаларды үйретіп алсаңыздар, я болмаса бір эссені талдап, талқылап, осындай бөлшектерге бөліп талдау арқылы балаларға түсінуге жағдай жасасаңыздар, эссе жазуға кішкене оңай болады. Рахмет, Роза Сатановна, сізге. Рахмет сізге. Міне уже сізге өтініш білдіріп жатыр, слайдтарыңызды қалай алуға болады деп. Апай, сұрақ қойсам бола ма? Болады. Жаңа негізгі бөлімде, бірінші сөйлемде аргумент жазды деді да. Ақын жырда Батыр Баянның шеберлігін керемет жаза білген деді. Бұл көзқарасқа кетіп қалмайды ма? Қайсысында? Бірінші аргумент деп слайдта көрсеттіңіз ғой. Ақын аргумент дегенде бірінші сөйлемі. Ақын жырда Батыр Баянның шеберлігін керемет жаза білген деген сөйлеміз. Бұл аргументте ақын жырда Батыр Баянның қазақ батырларының ішіндегі беделді екенін шебер жеткізеді. Аргументтен бұрын көзқарасқа кішкене жақынырақ сияқты деп айтып отыр әріптесім. Мен сөйтіп ойлап жатырмын, көзқарасқа жақынырақ сияқты. Аргумент дегеніміз дәлел емес па деп ойлап жатырмын да мен.
аргумент әркімнің өзінің ойынан туындайды, ал дәлел дегеніміз бұл бізде нақты болу керек. Ол сандық болуы мүмкін, ол жаңағы факты болу керек дәлелде. Ол белгілі бір жерден алыну керек дәлел деген. Аргумент пен фактіні Иә. балаларға ажыратуды үйретіңіздер, иә? Өйткені эссе кезінде олар аргументті де, факті де орынды қолдана білу керек. Сондықтан аргумент дегеніміз не, факт дегеніміз не, көзқарас дегеніміз не, пікір дегеніміз не, осы нелерді балаларға үйретіп қойсаңыздар. Жарайды, рахмет. Жақсы, рахмет. Сұрағыңызға да рахмет, орынды сұрақ. Так, келесі баяндама Дүкенбаева Роза Серғазиева